Шашым көп түседі, не істеймін? Әзірге үй жағдайында сізге ешқандай шампунь да, мазь да еш нәрсе көмектеспейді, себебі шаш түбіндегі қан айналым дұрыс емес. Тек қолыңыздан келетіні ол шашыңызды тарау үнемі және шаштың түбіне саусақпен массаж жасау. Бұл сіздің қолыңыздан келетін және күнделікті жасайтын ең қарапайым амалдардың бірі. Әрі қарай бастамас бұрын парақшама тіркеліп алыңыз. Ең алғашқылардың бірі болып жаңа түскен ақпаратты көресіз. Мен Әйгерім Биболатқызы, интегративтік терапевт, сізбен қарапайым тілде бар медицинаның жаңа жақсы ақпараттарын бөлісетін боламын. Жалпы шаш түсу не? Неге шаш түсе береді? Неге емделмейді? Жалпы шаш қай кезде түседі? Біздің ең бірінші асқазан ішек жолы, яғни денсаулықтың фундаменті бұзылған кезде, әсіресе асқазан бұзылған кезде. Асқазанның қышқылдылығы төмендеп кеткен кезде, тұз қышқылын бөле алмаған кезде біздің ағзамыз белоктың нормасын ұстай алмайды. Яғни біздің ағзамызға керек белоктар жеткіліксіз болады. Белок дегеніміз не? Белок дегеніміз ол токсистер. Токсистер аз болған уақытта бізге товар келсе де Қазақстанға керекті жеріне жеткізіп бере алмайды. Яғни сіз ет жеуіңіз мүмкін, бірақ соның ішіндегі темір анау шашыңыздың түбіне барып, биотин болып, коллаген болып, немесе жаңағы темір белокпен қосылған түрінде ауа болып, ол жердің қан айналымын жақсарта алмайды, себебі белок жоқ. А белок бізде транспорт бөлігі болып, иммунитет бөлігі болып, құрылыс материалы болып кез келген жерде қызмет атқарады. Сондықтан ең бірінші правило ол асқазанның сау болуы. Келесі ол гипотиреоз жағдайы. Қалқанша безі темірсіз, Д витаминсіз және цинк, селен, йодсыз жұмыс жасамайды және ұйқысыз. Яғни жалпы асқазан ішек жолын емдеп болған екен анемияны емдеу керек, анемиядан кейін гипотиреоз жағдайын емдеу керек. Яғни қалқанша безді толығымен қалыпқа келтіру керек. Қалқанша безі біздің ағзамыздағы болып жатқан процестердің басталуынан соңына дейін сапалы аяқталуына қызмет атқарады. Өкінішке орай Қазақстанымызда жаппай қыз-келіншектерде темірдің, йодтың жетіспеушілігі болғандықтан бәрінде шаш түсу көп. Және де асқазаны бұзылғандықтан бәрінде шаш түсу, анемия, гипотиреоз диагноздар өте жиі кездеседі. Сондықтан бағана айттым ғой, сіздің жасайтыныңыз жаңа шашты күнделікті тарап және массаж жасап отыру. Ал енді қымбат шампуньдар немесе қымбат маскалар, оның ешқайсысы да сырттан жасалынған нәрсе, ол қатты сондай бір эффект бермейді. Иә, жылтырату мүмкін, бірақ қалыңдатпайды және жаңа шаштарды өсіртпейді. Ол өсу үшін ішектен басталуы керек, яғни асқазан ішек жолынан. Сондықтан әрине бұл жерде кез келген қарапайым адам бұны өзі емдей алмайды. Ең дұрысы дәрігер тауып, мына диагноздарымды мен емдеп беріңізші десеңіз, ол шешіледі. Яғни сіз осы ақпаратты көріп уже түсініп алдыңыз, қай жерде қандай белгілер бар екенін. Енді дәрігер тауып тек қана соның айтқанын үлкен сеніммен жасау ғана қалды.